Оқушылар, бүгінгі музыка сабағымыздың тақырыбы аспаптар әлемі. Сабағымыздың оқу мақсаты: ән айту ережесін сақтай отырып, түрлі сипаттағы қарапайым элементтері бар әндерді орындау. Түрлі сипаттағы әндерді айтуда жеңіл, созып орындау дағдысын көрсету. Ал сабағымыздың мақсаты қазақтың ұлттық аспаптарымен танысу. Домбыра аспабы туралы оқушыларға мағлұмат беру. Күй тыңдау. Балалар, тақтада не көріп тұрсыңдар? Домбыра аспабы, я? Домбыра аспабы қандай аспап? Кім жауап береді? Тұра ғой. Шертпелі. Қазақтың ұлттық аспабы, я? Енді балалар, мен сендерге қазір қысқа ғана мағлұмат беріп кетейін. Домбыра аспабы 19 ғасырда қазақ халқының тұрмысында анағұрлым кең тараған музыкалық аспап. Екі ішекті домбыра болатын. Егер бұрынғы заманда көне аспаптар ән, жыр, ертегі аңыздарды сүйемелдеу үшін ғана қолданылған болса, енді домбыра жеке шығарма орындауға арналып күрделі аспаптардың қатарына қосылды. Әртүрлі ескерткіштерге, сондай-ақ этнографтардың жазып қалдырған еңбектеріне жүгінсек, домбыра және өзге халықтардың осы тектес аспаптары тіпті сонау орта ғасырларда белгілі болған екен. Мысалы, Әбу Насыр әл-Фарабидің еңбектерінен тамбур аспабы жайында оқимыз. Өзбектердің домбыраға өте ұқсас екі ішекті дутары алғаш рет әл-Хусейнидің музыкалық канон деген трактатында ауызға алынды. Қазақтың халық аспабы домбыра 14 ғасыр жазбаларында кездеседі. Оның бастағы түрі мен құрылысы қазақтың домбырасынан аумайды. Осындай аспап аттарының ұқсастығы да олардың түпкі шығу тегі бір екенін көрсетсе керек. Ал енді балалар, мынау көріп тұрған аспап қазіргі заманғы электрлік домбыра аспабы екен. Яғни бұл аспапты қазір электрлік дегеніміз, яғни тоққа жалғау арқылы тарту барысында орындалады екен. Түсіндіңдер ме? Және де келесі, қазір біз Махамбет Өтемісұлының жұмыр қылыш күйін осы домбыра аспабында орындалған түрін тамашалаймыз. Махамбет Өтемісұлының жұмыр қылыш күйі екен. Бұл күй қай аспапта орындалған? Домбыра аспабында орындалған екен. Енді балалар, осы қазақтың ұлттық аспаптары тағы да қандай аспап түрлерін білесіңдер? Айта ғой. Жетіген қандай аспап? Шертпелі аспап екен.
Осы балалар қазақтың ұлттық аспаптары шертпелі, ұрмалы, сілкімелі және үрлемелі болып 4 түрге бөлінеді екен. Біз үрлемелі аспап түрлеріне қандай аспаптарды жатқызамыз? Айта ғой. Сыбызғы, тағы да жарайсыз, отыра ғой. Келесі, сілкімелі аспаптар қатарына, ұрмалы, сілкімелі аспаптар қатарына қандай аспаптар жатады? Айта ғой. Ұрмалыға домбыра жатады. Жоқ. Біз домбыраны шекті аспапқа жатқыздық. Ұрмалыға барабан. Және де, айта ғой. Сылдырма аспабы жатады екен. Және де шекті ыспалы аспап қатарына қандай аспаптар кіреді? Айта ғой. Қылқобыз, қобыз және скрипка аспаптары кіреді екен. Енді балалар қазір мен сендерге осы аспаптарға байланысты музыкалық әуендер қоям. Сол музыка қандай аспапта орындалғанын маған айтасыңдар. Жарайды ма? Қандай аспапта орындалған? Айта ғой. Барабан, дұрыс айтасың. Келесі әніміз. Бар екен тағы да. Қобыз аспабының дауысы шығып тұр, және скрипка аспабының 3 аспаптың қосындысымен орындалған ән екен олар. Келесі. Басында қандай аспаптың дауысын естідік? Айта ғой. Қобыз аспабы. Дұрыс айтасыңдар балалар. Енді яғни қазір біз тыңдаған әуендердің барлығы қазақтың ұлттық аспаптарының сүйемелдеуімен орындалған әндер екен, балалар. Көбінесе қандай аспаптарда орындалды әндер? Шертпелі аспаптарда орындалған екен. Яғни бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы осы домбыра аспабы. Яғни домбыра аспабы шертпелі аспап қатарына жатады екен.